Қайырлы күн, құрметті YouTube каналының қолданушылары. Келесі енді біздің сабағымыз Hand Animations программасында анимациялық сабақтарды жасау болады. Бұл үшін Hand Animation менде орнатылған жұмыс столының бетінде тұр. Осыны іске қосамыз. Сіздер бұны кез келген браузерде Hand Animation деп жүктеп алсаңыздар оңай жүктеледі. Кез келген браузерге жазып жүктейсіздер, далені бассаңыздар, ол міндетті түрде сіздердің компьютерлеріңізге немесе ноутбуктарыңызға жүктеледі. Енді терезесімен таныстырып өтейін. Төбеде бірінші тұрған тақырып жолы логотипінде осындай қызыл қоңыздың белгісі бар. Және келесі файл редактировать вид помощь, одан кейін құралдар тақтасы бар мына жерде. Және оның оң жақ бөлігінде текст жазу үшін тексттер бар, және фигуралар. Мысалы, геометрия сабағында, математика сабағында түрлі фигуралар пайдаланып есептер шығару үшін қолдануға болады. Эллипс деген, мысалы, мына жерде былай эллипс салуға болады. Круг. Осындай түрлі геометриялық фигураларды салуға болады. Келесі маркер және рисунок и картинки. Тіпті бұл жерге суреттерді де қоюға болады. Қазір сіздерге жұмыс жасау барысында түсініктілі болады деген ойдамын. Ең бірінші біз жұмысты осы алаңда бастаймыз. Майда нүктелер тұр ғой, осы жерде біздің барлық жасайтын іс-әрекетіміз осы жерде болады. Енді мына жердегі кішкене төртбұрыштыны көріп тұрсыздар ғой, бұл маркер деп аталады. Яғни осы жерден біздің жасаған іс-әрекетіміз осы жерден бастау алады. Енді біз жазу үшін мына жердегі текст деген бар ғой, осыны ұстап алып әкеп мына жерге тастайсыздар да, осы жерге жазамыз. Мысалы, сабақтың тақырыбы. Келесі тағы да ұстап алып мына жерге қоямыз да жазамыз. Сабақтың тақырыбы компьютерлік графика. Енді өздеріңіздің сабақтарыңызға байланысты жазасыздар. Менде информатика болғандықтан информатикаға байланысты сабақты жазып сіздерге мысал ретінде көрсетіп отырмын. Компьютерлік графика. Енді жаңа айттым, бұл жерге тіпті сурет те қойға болады деп. Енді мына жерде картинка дегенді ұстап алып, әкеп оны осы жерге қоясыздар. Және осы жерге қойған кезде, пожалуйста, выберите картинку деген шығады. Осының үстін бір рет шертсеңіздер, мына жерде мынандай 3 нүкте шығады. Осы 3 нүктені басып, яғни сіздің суретіңіз қай жерде, сіз алдын ала, сабаққа байланысты, жаңағы жазып жатқан сабағыңызға байланысты, алдын ала суреттерді интернеттен жүктеп, оны арнайы бір папкаға салып, сақтап, дайындап қоясыз. Енді сол суретті көрсетуіміз керек. Менде рабочий столдың бетінде дайындап қойғаным. Бірінші атауын білем, қалай сақталған, соны жазамын. Открыть. Бірінші суретім келді. Енді келесі сурет, тағы да бір сурет қоямын, тағы да картинки бөліміне кіріп, үстіне ұстап әкеп, бос жерге әкеп шертеміз. 3 нүктені басамыз, сол әрекетте, тура сол әрекетті қайталаймыз. Менің суретім қай жерде, рабочий столдың бетінде. Келесі менде вектор деген шықты. Өзім суретке солай ат беріп сақтап қойғанмын. Міне енді бұл қатты үлкен болып кетсе, оны былай ұстап әкеп, төрт жағынан белгісі шығады. Осы кезде ұстап алып, оны әкеп қоямыз. Келесі сурет, картинки тағы да әкеп қоямыз. Келесі суретіміз менде рабочий столда фракталдық, фракт деп сақталған. Открытті басамыз, міне келесі сурет шықты. Кетіп, оны кішірейтіп, кез келген жерге әкеп қоя беруге болады. Енді қазір мына өте үлкен болып тұр. Енді оны мына видке кірсеңіздер, увеличить, уменьшить,
фактический клиентский размер дегендер, фактический размер немесе клиентский размер дегеніміз енді ықшамды сәл кішірек қылып көрсетті. Осы жерден жақсылап ретке келтіріп, әдемелеп, орнына былай қойып шығамыз, жақсылап былай қоямыз. Енді осылай қойып аламыз. Енді мына жерде қарасаңыздар, сабақтың тақырыбы деген сөздің түсі және оның размерін өзгертуге болады. Енді осының үстіне былай басқа кезде, мына жерде свет пера деген шығады. Осының үстін былай бассаңыздар 3 нүкте шығады. Мына осы жерде основные цветі, түрлі түстер тұр, қалаған түске апарып шертеміз да, окей батырмасын басамыз. Міне мынаның түсі өзгертілді. Келесі бұның да түсін басып, мысалы қызылға қойып қояйық. Окей, міне көк және қызыл түсті болды. Енді бұлардың мөлшерінде үлкейтуге болады. Мысалы, мынау қазір 48-де тұр екен, міне үстін бассаңыздар 3 нүкте шығады. Үстінен басамызда, мысалы 54 үлкейді. Келесі мынаны 54-ке қойып қояйық. Осылай үлкейтіп қойып аламыз. Енді мынау өзімен келген, бағана әкеп қойған кезде өзімен мынандай стрелкалар келеді, мына көріп тұрсыздар ғой. Осының үстін бір рет шертеміз да, delete пернесін басып, бұл өзімен келген мынау стрелкаларды міндетті түрде өшіріп тастаймыз. Міне, өшіріп тастаймыз. Енді мен сіздерге бағана айттым, мына жерде мынандай жасыл төртбұрыш шығып тұр ғой, қазір фактически қойып қояйын. Қатты үлкейіп кетті, бұл жерде де қазір мынаны бізге көру сәл қиындап кетеді. Сол үшін қайтадан клиентскийге міне қойып алайын, өзіме ыңғайлы барлығы көрініп тұру үшін. Енді осы жердегі мына маркер деген тұр ғой, осы жерден біздің жазуларымыздың бәрі бірінен кейін бірі бірігіп шығу үшін осы жерден бастап мыналардың барлығын бір-біріне қосып шығуымыз керек. Және мынаның астына былай барсаңыздар, мына жерде пустой объект деген бар. Осыны ұстап әкеліп мынаның астына таман бүйтіп қойып қоясыздар. Яғни осы жерден басталып мынамен аяқталады. Яғни осы аралықта болады деген сөз. Енді мынаның астына қарасаңыздар, майда қызыл линия көріп тұрсыздар, бұл сызық, бұл сызық деген, яғни мынау бір беттің біткенін білдіреді. Мынау бір бет бітті, мынау екінші бет деген сөз. Енді екінші бетке де жасай беруге болады. Енді мен сіздерге кеңес берейін. Бірінші осылай бір бетке жасап аласыздар да, оны сақтап алып, келесі тағы да сабаққа байланысты қосатын жұмыстарыңызды келесі тағы да осылай бір бетке, барлығын бір бетке жасап сақтап алып, оны кез келген программалар бар ғой, мысалы OBS, Camtasia, CapCut, осы программаларға салып, оны керек емес жерін қырғып, оның скоростын көбейтіп, ары қарай өздеріңіз өңдеп алуларыңызға болады. Мен енді көбінесе осылай бір бетке жасап аламын, бір бетке жасап сақтап аламын да, Camtasia'да оны қосып, монтаждап, керек емес жерін алып, оның скоростын көбейтіп аламын. Ол туралы да кейінгі сабақтарда айта жатармын. Бірінші сіздерге осыны құруды көрсетейін. Енді міне барлығын жақсылап қойып алдық, суреттерімізді, үлкейтсек те болады. Осылай қойып алдық, жақсылап, мынаны үлкейтейін. Енді бұларды біріктіру керек, мына жерге барсаңыздар, құралдардың ішінде length деген бар. Осының үстін бір рет шертеміз да, мына бағанағы маркер тұр ғой, төртбұрышты жасыл, соның үстіне апарып, мынаған әкеп түйістіреміз. Яғни, мынау сабақтың тақырыбы деген бірінші осы сөз шығады. Келесі дағы да леңдікті аламыз да, сабақтың тақырыбынан кейін компьютерлік графика деген сөз шығу керек. Осыған әкеп тіркейміз. Яғни бір-бірімен сабақтастырамыз. Келесі бізде бұдан кейін бізде мына сурет шығу керек. Келесі леңдікті бір басамызда, бұл суреттен кейін бізде мына сурет шығу керек. Келесі бізде қайтадан леңдікті басамызда, мына сурет шығу керек. Көріп аламыз.
сіздерге бір айта кететін нәрсе, егер мынау үзік лейнг бар ғой, осыны әкеп мынаған қосқан кезде ол мысалы әріптің басында тиіп тұр. Егер бұл тимей жетпей қалып жатса, арасы үзіліп қалып жатса, онда біздің мынау құрған жұмысымыз онда жақсы шықпайды, дұрыс шықпайды, үзіліп қалады да. Сол үшін мынаның барлығын бір-бірімен байланыстырған кезде мұқият бір-біріне жалған тұрғанына көз жеткізуіміз керек. Міне былай қимылдатқанда көрініп тұрады, үзік сызықтар бір-бірімен байланысып тұр. Міне егер байланыспаса, ол көрінісі мынаны жылжытқан кезде мынау сызық қосылмай қалған, оны қайтадан өшіріп тастаймыз да, қайтадан лейнге барып, осыны әкеп қосамыз. Енді мынаны жылжытып көреміз. Жоқ, әлі де мынау тимей тұр. Қайтадан өшіреміз, лейнді басамыз. Енді міне бірікті, бірікті. Келесі мынауымыз міне бірігіп тұр. Осылай тексеріп аламыз, міне бірігіп тұр. Енді соңғы әрекет мынаны ұстап әкеп, мына пустой объект деген бар ғой бағана. Осының дәл ортасына әкеп жібереміз да, сәл түсіп қойып. Енді бұны көреміз. Міне көріңіздер, мынау тимей қалды, қайтадан өшіреміз да. Лейнгті басып, мынаның ортасына әкеп шертіп көреміз. Міне қосылды. Енді мынаның дәл ортасына қосқаннан кейін мына жерде тайминг деген шығады. Начальный кадр 341 деп өзі береді. Количество кадр деген жерге, 0 деген жерге біз 100 деп жазамыз да, enter пернесін басамыз. Енді болды, дайын болды. Енді біз бұны видео ретінде сақтауымыз керек. Ол үшін файлға кіреміз, экспортировать видео дегенді басамыз. Яғни видеомыз қай жерге сақталсын, бізге сақталатын орынды көрсетеміз. Загрузки бөліміне ме, документы бөліміне ме. Мысалы, мен рабочий столдың бетіне сақталсын деп тұрмын, Енді имя файла деген жерге осыған ат береміз. Мысалы, мен кез келген бір санды жаза салайық, мысалы 99 деп жазайын. Тип файлы mp4 деп тұр. Болды, дәл осылай жасаймыз да, сохранить деген батырманы басып күтеміз. Яғни бұл жерде біраз уақыт жүктеледі. Мынау қазір былай жүріп келіп, мына жерге толған кезде ол сақталады. Қазір шамалы күтеміз. Міне сақталып бітті. Енді мына жерге көрсетіп тұрады, қанша минутта болған. Енді мынаның астына жібере салайық та, қазіргі біздің жаңағы жасаған немізді көрейік. Бізде ол 999 деп сақталды, мына тұр екенін үстін басамыз. Міне біздің жаңағы жазған сабақтың тақырыбы деп жазған біздің барлығы қазір бір-бірімен байланысып тұр ма, жоқ па көреміз. Егер бағанағы үзік сызығымыз бір-бірімен байланыспай қалатын болса, ол осы жерден аяқталып қалады. Мысалы, суреттеріміз шықпай қалуы мүмкін. Сол үшін осылай тексеріп аласыздар. Енді қарап тұрсаңыздар, мына бір жай шығып келе жатыр ғой, Енді осының жылдамдығын жоғарылату үшін осы жаңа сақталған видео ретінде сақталды ғой. Осыны біз Camtasiaға апарып салып, сол жерден скоростын ары қарай өзіміз көбейтіп алсақ болады. Міне мынау жаңағы сақталды, 999 деп міне сақталып тұр. Міне осылай сақтап аламыз. Осылай келесі тағы да Hand Animation программасын ашамыз да. Енді келесі тағы да осы сабақты ары қарай егер тағы да жалғастырып қосатын нәрселеріңіз болса, тағы да мысалы суреттер қосып бір айтатын нәрселеріңіз болса, тағы да осы жерге міне жасап аламыз да, тағы да оны сақтап аласыздар. Ол тағы да осылай бір видео болып сақталады. Осылай көп сақтап аласыздар да, оны Camtasiaға барып, мысалы мен қазір көрсете салайын. Мына жерде Camtasia деген бар. Мен үнемі осы Camtasia'да Camtasia несінде көп видеоларымды осы жерде монтаж жасаймын. Міне Camtasia бөлімі ашылды. Енді қарап тұрсаңыздар, міне мына жерде
осы мына дорожка деген жерлерге біз мына плюсті бассақ, міне дорожкалар көбейді. Енді жаңағы видеомызды әкеп қоюымыз керек. Ол үшін импорт медиа деген бар. Осының үстін басамыз да, жаңағы видеомыз біз қай жерде еді? Рабочий столда еді. Рабочий столды басып, жаңағы видеомыз тауып алуымыз керек. Сақтаған 999 деп сақтадым. Қазір тауып аламыз, осы жерде тұру керек. Міне үстін басамыз да, открыть дейміз. Міне ол мына жерге келіп түсті. Енді осыны ұстап алып, мына екінші дорожкаға әкеп қоямыз. Осы кезде мынандай терезе шығады. Енді біз бұның размерін, қазір мына жерде мен сізге көрсетейін. Так, бұның размерін 1280-де 720 дегенді қоямыз да, мына жерден ақ түсті қойып окей дейміз. Сөйтіп мынаны әкеп мына жерге қоямыз. Былай басып көрсеңіз болады, міне жай жазылып жатыр. Енді осыны скоростын көбейту үшін міне осы жерден оң жағын басып, скорость клипа дегенді басамыз да. Енді мен мына жерге қазір 100 емес, 300 дейін. Окейді басып, қазір тексеріп көреміз. Бұл жылдам жазылады. Міне көрдіңіздер ме? Сабақтың тақырыбы компьютерлік графика. Компьютерлік графиканың 3 түрі бар: растрлық, векторлық, фракталдық. Міне осылай 300-ге немесе 200-ге қойып өздеріңіз жасап аласыздар. Міне бұл біріншісі. Енді келесі осылай құрғаныңыз, келесі импорт медиа деп тағы да оны осы жерге қойып алып, оны да мынаған әкеп жалғап, міне бәрін осылай біріктіріп алып, бір кереметтей бір сабақты жасап шығарсаңыздар болады. Енді бұны енді біз видео ретінде сақтауымыз керек. Ол үшін Production and Sharing деген тұр. Осының үстін басып, мына жерге кірсеңіздер, міне HD форматта 720 дегенді басамыз да, дали дегенді басамыз. Енді осы жерге атын жазамыз, ат береміз. Мысалы, орысшаға қойып жазамыз, немесе сан бере саламыз. Мысалы, 90 дейміз. Қай жерге сақталсын? Мына сары папканы басамыз да, көрсетеміз. Рабочий стол деп қоя салайық. Міне видеофайл mp3 4 mp4 деп тұр. Осы тип файлы сохранитті басамыз. Қазір мына жерде готованы басып, міне 100-ге келген кезде сақталады. Егер сіздердің жаңағы көп қылып істеп сақтайтын болсаңыздар, ол несіне қарай, өзі уақытына қарай шығады. Міне сабақтың тақырыбы деген бағанағы бірінші хат анимацияны жасаған кезде жай шығып тұрған еді ғой. Ал енді мына жерде осылай тез шығады. Әрине тез шыққаны жақсы. Міне осылай өздеріңіз сабақтарыңызда осылай түрлі өздеріңіздің фантазияларыңызға байланысты, бұл әсіресе математика сабақтарында, қазақ тілде мәтін жазу барысында, сол кезде қолданғанға өте ыңғайлы. Сіздер білсеңіздер, онлайн кезінде біз көптеген видео сабақтарды, жаңағы әр мұғалімдердің видео сабақтарын біз онлайн кезінде оқушыларға беріп отырдық. Сол кезде де осындай сабақтар шықты. Сөйтіп, осындай сабақтар жасағыңыз келіп кеткен шығар енді, әрине. Міне енді осындай онлайн кезінде, немесе тіпті өзіңіздің ашық сабақтарыңызда, немесе тіпті тәрбие сағаты өтті, мектепшілік іс-шаралар өткен кезде сабақтың жаңағы ой қозғау бөлімі болады. Сол кездерде осы анимациялық видео сабақтарын жасап, өздеріңіз істеп, өздеріңіз оқушыларыңызға берсеңіздер, бұл да бір сіздердің бір керемет жетістіктеріңіз деп ойлаймын. Сол үшін менің каналыма тіркеліп, менің каналымда осындай сабақтарды көріңіздер. Бүгінгі сабақ сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Егер сабақ сіздерге ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.